Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 29 наурыз 2025 жыл. Мынау Түркістан облысы Кентау Құшжатада 2005 жылға Алмас Қайратұлы Южный Кореяда жұмысқа кеткен. 2005 жылға баламыз сонда жол апатына түсіп, 4 адам қайтыс болған. Қарағанды, Шымкент қаласы және осы Кентау Құшжатадан соның мына бауыры келіп отыр. Бұл жерде бір айта кететін мәселе, енді халықтан көмек сұрауға тура келіп тұр. Өйткені сол балдарды денесін осында алып келу үшін 15 миллиондай қаржы керек болып отыр. Ол балдардың ол жерге бір қыдырып, басқа да жағдайда кетпеген. Осында елде тұрсақ та, басқа елге барып күнелтетіндей жағдайға жетті. Қазақстанда осындай семьясын асырайым деп жас болса да семьясын ойлап Кореяға барып, Хвасон деген қалада жол апатына түсіп қайтыс отыр. Содан мынау құрметті көрермендер, мынау көпті көрсек көл дейді. Осыған қол ұшын бересіздер деген ойдамыз. Мынау ағайындардың телефоны 877-807-2040 берік сыр деп шығады. Мән-жай қалай болды, өзіңіз таныстыра кетіңізші. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Бексейіт болады. Қайғылы жағдайда естіп жатқан шығарсыздар. Кореяда қайтыс болған 4 баланың бірі менің інім, бауырым болады. Алмас Қайратұлы 2005 жылғы бала. Енді жаңа ағамыз айтқандай, қыдырып емес, жұмыс жасауға үйінің үлкені болғандықтан семьясын асырайым деген мақсатпен кеткен болатын. Енді ойламаған жерден осындай кенеттен қаза болып отыр жол апатынан. Енді әке-шешесінің де материалдық жағдайына байланысты енді амал жоқ, сіздердің көмек сұрауға тура келіп тұр. Жалпы ақпарат жағынан, барлық жағынан өзім қолға алып, байланыстан басқа да қайтыс болған балдардың ата-аналарымен, Кореядағы Қазақстан елшілігінде істейтін кісілермен, басқа да сбор ашқан жігіттермен, кісілермен қазіргі таңда байланыстан. Ақша өте аз жиналып жатуына байланысты. Енді әркім өз әрекетін өзі жасап жатыр, бірақ 4 балаға деп бірдей ақша жиналып жатыр. Сондықтан осы кісілерге хабарласып, жалпы мәйітті елден Қазақстанға алдыру үшін қомақты қаражат керек екен. Сондықтан осылай көмек сұрап жатырмыз сіздерден. Жағдайдың барысы осылай жалпы. Құрметті қазақ елі, мынау бей-жай қарамайсыздар деген ойдамыз. Өйткені мынау тас түскен жерін ауыр, иман саламат болсын, жас болса да отбасын асырайым деп жаңағы ел асып, жер асып, сол жерде жұмыс істеп жүріп, осындай қайғылы жағдай болды. Қазақстанның 4 бірдей азаматы осындай жағдай болды. Енді мынау қазақтың өкіметіне айтатынымыз, бұлар бір қыдырып, бір басқа жағдайда кеткен жоқ. Бүгінгі күні бей-жай отқанның өзі мынау өкімет премьер-министрге және мынау посольствоға, сыртқы істер министріне құлақтарын алтын сырға осындай семьямызды асыраймыз деп, осындай жер беті, жер асты байлығы тола елдің азаматтары осындай күн көруге, семьясын бағуға, басқа елдерге барып, мигрант болып осындай жұмыс істеуге мәжбүр. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Бүгінгі күні енді сол семьямды асырайын деп кеткен адамдар қайғылы жағдайға ұшырап, осындай қаза болып жатыр. Қол ұшын бересіздер деген ойдамыз. Мына байланыс телефонын тағы да қайталай кетейік. 877-807-2040 берік сыр деп шығады. Бәріңізге де тас түскен жерін ауыр. Бұл бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырған бір жағдай болып тұр. Оразаның кезінде мынау пітір садақаларыңыз бар, зекеттеріңіз бар. Осы семьяға қол ұшын созсаңыздар екен, бізге өтініш қылып осындай көмек сұрағасын. Енді осындай нәрсеге мәжбүрліктен барып тұрық. Қол ұшын созат деген ойдамыз. Көпті көрсе көл дейді. Бей-жай қалмасыздар. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожанұлы Әлқожа. Айта кететін жағдай, қазір әлеуметтік желіде осы оқиға туралы көп ақпараттар тарап жатыр. Енді біздің тікелей қатысымыз болғандықтан, қайтыс болған баланың ағасы болғандықтан айта кететінім, ол елде енді көп қазақтың заңсыз жүргені рас, бірақ менің інім ол жақта визамен заңды түрде жұмыс жасап жүрген болатын. Сосын бүгін ғана бір ақпарат шықты, жаңағы қайтыс болған балдар туралы алаяқ, тағы да сондай бір қарыз ақшалары бар, сотқа береміз деген сияқты бір кісілердің. Енді не болса да қазақпыз ғой, мұсылманбыз,
өлген адамның артынан ондай кем кетігі болса да жаман сөз айтпай, Құдай қаласа абыроймен аман есен сіздердің қолдауларыңызбен елге аман есен жеткізіп алсақ деген ниетіміз бар. Баршаңызға рахмет, Алла разы болсын. Аман есен дегенде енді осы туған жердің топырағына келіп қойсақ деген әрекет қой енді. Қазір енді соның өзі біз үлкен бір жетістік деп тұрық енді. Басқа жерге барып, нағанша осы туған жердің топырағы бұйырса деген ойдамыз. Рахмет, бәріңіз бейжай қалмассыздар.